Сұрасам бата берейін, үстем болсын мерей. Привет, Дана. Наурыз мерекесі құтты болсын. 25 жыл бақытты жыл болсын. О, талқан жейсіңдер. Oldu. Şimdi onu oynamayacaksın. Lan şey, kısıp koyayım bakın. Al. Akıllarım, aynalaylarım, gelingler, oturunlar. Gel жоғары çık kız. Жоғары otur, төрге otur kızım. Gel, otur. Analarың қайда? Ол көршінің ауылында. Олай болса, балалар, мен сендерге жақындарым, бүгін ертегіні біз неге айтамыз? Кезінде Бауыржан атамыз ертегі айтпайтын әжеден неге қорықты? Сол туралы сөйлесейік. Олай болса, мені тыңдаңдар. Ертегі халық прозасының көркем түрі. Ерте заманнан келе жатқан тәрбие құралы. Заманауи технологиялар дамып кеткенмен, ертегінің орнын ешбір құрал баса алмайды. Мәселен, қазіргі психологтарда бұрынғы заманның өзінде Бауыржан Момышұлы қан кешіп жүріп, қорған қылған жерін ұлттық құндылықтарды білмейтін, сапасыз өз тілінде сөйлей алмайтын, еліне, тіпті бір-біріне жаны ашымайтын қазақтар құртып жіберетінен қорыққан. Ұрпақ тәрбиесі ұлттың болашағы қандай болатынын анықтайтын көрсеткіш. Мәселен, психологтар ертегі тыңдамаған баланың тілі кеш шығатынын, әрі жасқаншақ болып өсетінін айтады. Ертегі тыңдаған бала мен мультфильм көп көретін баланың айырмашылығы бар. Себебі қазіргі мультфильмдердің бояуы қанық, балаға бір реттік оңай қуаныш сыйлайды, дофамин гормоны бөледі. Соның салдарынан бала бәріне оңай жеткісі келеді де, болмашы дүниеге ашуланады. Ал ертегі тыңдау баланың мінез-құлқына оң әсер береді. Баланың миында 14 жасқа дейін барлық құндылықтары қалыптасады. Алаш арыстарын алсақ, Абай атамыздан бастап қай тұлғаны алмаңыз, әжелері ертегі, қисса, дастандармен өсірген. Ертегі баланың қиялын дамытады. Қиял адамның өмір сүру қабілеті. Ал қиялы ұшқыр, қиялы бай адам ғана қиындықтардан жол табады. Қиял баланың ішкі қуаты. Ертегі арқылы бала жақсылық пен жамандықты таниды. Қарапайым кейіпкерлер арқылы әділдік, мейірімділік, еңбекқорлық сияқты құндылықтарды бойына сіңіреді. Ертегі баланың сөздік қорын, тіл байлығын арттырады және баланың ішкі қорқыныштарын жеңуге көмектеседі. Қазақтың ұлттық түрлі батырлар туралы ертегілері рухты көтеретін, жігерлендіретін, мән мағынаға толы. Ал балалар, сендер қандай ертегі білесіңдер? Бауырсақ, кемпір, күлқояқ пен кемпір. Батыр, түлкі мен ешкі, мақта қыз, жаман жолдас, бір уыс мақта, әке мен бала, ұртоқпақ. Алтысақа, Керқуатты Кендебай, Ертөстік, Алпамыс, Жақсылық пен жамандық, Ташқабала және басқа да батырлар жаны. Осыған орай сендерге қысқаша ертегі айтып берейін. Ертеде бір баяғы заманда алыстағы патшалықта емес, дәл қазіргі біздің әлемімізде кішкентай Илон есімді бала өмір сүріпті. Ол өзгелерден ерекше ойлайтын, сұрақ қоюдан еш шаршамайтын, шексіз қиялдайтын бала еді. Оның анасы Мэй
сиқырлы кітаптардың күшін білетін. Ол Илонға бала күннен ертегілер мен фэнтези әлеміне жетелеп, сиқырлы оқиғаларды оқуға баулыды. Ана, неге мен шындық туралы емес, қиял әңгімелерді оқуым керек деп сұраған еді бір күні Илон. Себебі балам, болашақты өзгерту үшін оны ең алдымен елестете білу керек, деп жауап берді анасы. Кішкентай Илон айдаһарлармен шайқасқан батырлар туралы, сиқырлы елдерде өткен саяхаттар туралы оқыған сайын, оның ойы шекараларды бұза бастады. Ол көрінбейтін нәрселерді елестете алатын болды. Уақыт өте келе, оның ойында фантастикалық идеялар туа бастады. Ол бүгінгі Илон Маск. Алтындарым, әр қашан естеріңде болсын. Тәрбиесіз алынған білім қоғамға үлкен зиян тигізеді. Ең алдымен тәрбие, содан соң білім. Ал тәрбиені молынан біз ертегілерден, жыр дастандардан және қиссалардан да ала аламыз. Бүгінгі ертегіні сүйіп оқыған әрбір бала ертеңгі әлемді зерттеуші тұлға болмақ. Алтындарым, бүгінгі әңгімем ұнаса, қызым, сен барып анаңды шақырып келе қойшы. Балам, бүгінгі мерекеге орай аналар арманы күйін орындап берсең қайтеді?
қандай қуанышты жаңалық. Сүйіншіге саған сыйлығымды қабыл ал, қызым. Жүріңдер, сонда барып алдарынан күтіп алайық. Қазақтың ежелден келе жатқан қолөнерінің бірі киіз басу. Халық алуан түрлі бұйымдарды жасау үшін киізді кеңінен қолданған. Бұл жерде қошқар мүйіз ою өрнегі қойдың төбесі мен екі жаққа иірге түскен мүйіз бейнесінде келеді. Және де бұл қошқар мүйіз оюы төрт жағының тең болсын, төрт құбылан тең болсын, жақсылық болсын, ауызбіршілік болсын деген ниетпен тоқылатын, ойылатын ою. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін, ықыласпен қол жайсаң ақ тілекті берейін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аумин. Мына жерге алдына отыра ғой. Алдына отыра ғой. Отыра ғой. Әдемі. Жұлдыз кел. Яқ киініп алдың, Жұлдыз. Шешке киініп алдың, тез шеш үстеліңді. Мұхаммед кел бол тез. Мұхаммед. Беркен. Кім несінде? Қадыр қаяқта? Қадыр қаяқта? Кетті ол. Қадырдың әпшесі Қадыр қаяққа кетті. Ой, бұл. Қараймыз. Бұғат бар еді. Күліп тұр. Күлеміз. Bir, екі. Тұрасың.